Сәлем достар, менен жаңа рецепт қабыл алыңыздар. Сіздерді келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын және де жақындарыңызға осындай торт пісіріп қуантуға кеңес беремін. Ең алдымен пергамент қағазын пирог пісіретін осындай формаға басып дайындап алыңыздар. Одан кейін менде мына жерде шоколад пен сары майды микроволновкада ерітіп алдым. Одан кейін осылай араластырып суы қажет. Бұл суығанша ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап миксерлейміз. Одан кейін суыған жаңағы массамызды қосып, тағы да миксерлеп жібереміз. Ал енді құрғақ қоспаларымызды дайындайық. Онға какао, қопсытқышты салып, араластырып, жаңағы біздің дайын болған қоспамызға, сұйық қоспамызға ситадан өткізе отырып қосып, тағы да жақсылап миксерлеп жібереміз. Сонымен біздің тестамыз дайын. Дайын болғаннан кейін лопаткамен өстіп қалғанын түсіріп аламыз да. Жаңағы алдын ала дайындап қойған пергамент қағазына бірдей 4 бөлікке бөліп шығамыз. Одан кейін лопаткамызды алып, тегістеп жайып жібереміз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста 11 минут пісіріп аламыз. Біздің бисквитіміз суығанша кремін дайындайық. Мына жерде менде алдын ала өлшенген сливочный сырға қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерледім. Одан кейін ішіне сливки құйып, тағы да әдемілеп миксерлеп жібереміз. Ең соңында маскарпоне сырын салып, тағы да әдемілеп миксерлеп жібереміз. Бұл креміндегі барлық қоспалар салқын түрінде болуы тиіс. Сонымен біздің креміміз дайын. Осылай лопаткамен түсіріп аламыз да, тағы бір араластырып жібереміз. Бізде осындай қою крем болу тиіс. Кондитерский қапшыққа осылай салып аламыз да, бірінші насадкасын кіргізіп жіберіңіздер. Одан кейін осылай қолмен қысып итеріп, бас жағын кесеміз да, тортымызды жинаймыз. Тортымыз жылжып кетпеу үшін астына кішкене крем жағып жібереміз. Корждарды терісінен жинаймыз. Ең бірінші тест ретінде осылай ортасынан бір істеп көреміз да, ары қарай осылай жоғары қарай апарып, қайтып алып келіп, шарик шығара отырып, дөңгелетіп, осылай жағып шығамыз. Одан кейін ортасына крем жағып, тегістеп жібереміз.
егер де шетінде крем көп болып ортасында аз болса, кожамыз ортасына түсіп кетеді. Ал егер ортасында көп болып шетінде аз болса, кожамыз екі жағы түсіп ортасы биік болып қалады. Сондықтан тегіс істеуді ұмытпаңыздар. Ары қарай тортымызды осылай жинаймыз. Крем жақ болғаннан кейін кожада қатты баспаңыздар. Бетіндегі ганаш үшін шоколад пен сливкиді алып микроволновкада ерітіп аламыз. Болмаса водяной баняда да ерітсеңіздер де болады. Одан кейін 10-15 минутқа қалдырамыз. Ыстық күйінде ганаш сұйық болады. Тек ұзақ уақытқа қалдырмаңыздар. Бұл уақыт өте келе қоюлана береді. Қасықпен осылай шетіне қарай ағызсаңыздар әдемі болып төмен қарай түседі. Одан кейін қалған лопаткамен жағып жібереміз. Сонымен тортымыз жиналып бітті. 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Одан кейін қалағаныңызша шоколадтармен болмаса жеміс-жидектермен әлесеңіздер болады. Аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.